Сәлем достар, All IT Алматы компаниясының келесі жобасына қош келдіңіздер. Және бұл жобаның атауын қысқа да нұсқа деп қоймақшымыз. Және бұл жерде IT саласына қатысты кез келген жаңалық, кез келген мағлұмат, ақпарат, сондай-ақ кейбір кішкене білгенімізше ақыл кеңестер айтылады деген ойдамыз. Және де шынын айтқанда бұл жоба болашақта үлкен жоба ретінде дамиды деген ойдамын. Сондай-ақ оның сізге берілуі, яғни әрнектелуі барлығы өзгеріске ұшырауы мүмкін. Яғни қысқада нұсқа деп аталатын сабақтар сериясы өте жан-жақты болады, және де оны өздеріңіз жақын арада тез түсінесіздер деген ойдамын. Және де бүгінгі сабақ, және де бүгінгі қысқада нұсқа біздің сізге беретін кішкене кеңесіміз ол жылдам теру мәселесі болмақшы. Себебі мен жасап жатырған Linux негіздері атты сабақтар сериясында осы жылдам теру сізге маңызды болуы мүмкін деп айтқан болатынмын. Және қай жерден жылдам теріп үйренуге болады, және қай жерде қызықты әрі тез үйренуге болады деген сұраққа осы сабақта жауап беріп көрейік. Бірінші, менің айтқым келіп отырғаны бұл интернет аумағында кездесетін ашық ресурс, яғни www.typingstudy.com сайтына кірсеңіз, осы жерде тегін теруге мүмкіндік беретін, үйренуге мүмкіндік беретін керемет сайт деп ойлаймын, және осы жерден өзім кезінде бастап үйренгенмін. Олай болса, қарап отырсаңыздар, осы Touch Typing Study дейді, яғни пернетақтаға қарамай теруді үйренуге қош келдіңіз дейді. Және бұл сайтта сізге берілетін кеңестер, сондай-ақ айтылатын ақылдар, және де бірнеше сабақ сериясы тез теруге дұрыс әрі жылдам үйренуге мүмкіндік береді деген ойдамын. Мына жерде берілген мағлұматты кішкене оқиық. Олай болса, жазылғаны сіз әлі пернетақтаға қарап екі саусақпен тересіз бе дейді. Және де жазғаны мысалы пернетақтаға қарамай жылдам теріп үйренгіңіз келе ме дейді. Олай болса, Touch Typing Study-ға қош келдіңіз дейді. Және бұл тегін, қолданушыға өте жақын әрі ыңғайлы болып жасалған веб-сайт дейді. Және бұның мақсаты сізге теруді жылдам әрі өте, яғни дұрыс теруді тезірек үйрену, сондай-ақ тәжірибе жинақтау және оны дамыту дейді. Және жазады, пернетақтаға қарамай теріп үйренсеңіз, онда сіз біраз уақыттан кейін жылдам әрі дұрыс теріп үйренесіз дейді. Яғни бұл жерде маңыздысы осы сабақта берілген барлық кеңестерді және де сабақтың барысын қатаң қадағаласаңыз, онда ең бастысы пернетақтада саусақты дұрыс орнату және оны дұрыс теру. Енді бұның барлығын мен сіздерге оқымасам да болады деген ойдамын. Және бұл сайттың ең басты беретін артықшылығының бірі тегін болуымен қатар, мысалы ағылшын тілінде, сондай-ақ орыс тілінде, және ең маңыздысы біздің қазақ тілімізде осы сайтта сабақтарды жүргізуге болады. Енді өкінішке орай қазақ тіліндегі берілген мағлұматтар кішкене аударылуы әлі дұрыс емес екен. Яғни бұл жерде Google Translator қолданған сияқты. Яғни қарап отырсаңыздар, ең бірінші саусақтардың ұстанымын білу керек дейді. Яғни ең бастысы әрине пернетақтаға саусақтарды дұрыс орната білу, және әрбір саусақ осы пернетақтада өзінің тиесілі нүктесінде орнатылуы керек. Сондай-ақ келесі кеңестер нүктесін басатын болсақ, бұл жерде жазғаны мысалы негізгі пернелер А және О әріпі болып табылады дейді. Және бұл жерде жазғысы келгені, сіз пернетақтаға қарамай-ақ осы екі нүктені таба аласыз деген ойдамыз дейді, яғни А және О әріптерін. Себебі бұл жерде кішкене белгіше бар, яғни көптеген пернелерде, пернетақталарда А және О әріпінде белгілі бір кішкентай белгішені көруге болады. Сондай-ақ келесі кеңестерді бассақ, яғни тағы жазғаны, мысалы одан кейінгі F, сондай-ақ I, V және де L, D, J әріптері осы үй жол деп аталынады дейді, яғни бұл негізгі қатар болып саналады. Және шынын айтқанда, осының барлығын өзіңіз оқып шықсаңыз болады, және қалаған тіліңізде оқысаңыз болады, яғни ағылшын тілінде, немесе енді қазақ тіліндегі аудару әлі онша дұрыс емес екен. Қазақ тіліндегіні дұрыстамаса, онда мүмкін орыс тілінде оқысаңыз да болады деген ойдамын. Енді ең бастысы осы сайтқа кіру, және ол жердегі мағлұматтардың барлығын қалдырмай оқып, сабақтардың әрқайсысын бірінен кейін бірін оқып шығу. Және бұл сабақтарды толық оқып шығуға, сондай-ақ онда берілген кеңестерді атқаруға сізге бірнеше уақыт кетуі мүмкін. Сіз еш асықпаңыз, барлық сабақты бір кезек-кезек өткізіңіз. Одан кейін пернетақтаға саусақтарыңызды дұрыс қойып орнатып болған соң, қызықты бөліміне де келуге болады. Мысалы, көбімізге таныс әрде кең дамыған және де терушілердің арасында кең қолданыстағы play.typeracer.com сайты бар, және бұл сайтта жарысатын осы
пернетақтада теруді өнерге айналдырған десек болады, және де пернетақтада жылдам теруді дұрыс әрі қызықты етуді көздеген қолданушылардың саны мыңдап есептелінеді, және көріп отырғандарыңыздай, мысалы, соңғы жоғарғы нәтижелерге қарасақ, бұл жерде өте жоғары нәтижелерді көруге болады. Және бұлардың кейбіреулері, мысалы, қарап отырсаңыздар, 14 мың немесе 22 мың, сол сияқты қарап отырсаңыздар, мысалы, 3 мың рет осы сайтта жарыс өткізгендерді көреміз. Яғни, олар көптеген уақытын осы жерде өткізіп, жылдам теруді үйреніп, осындай нәтижеге жеткенін байқаймыз. Олай болса, сіздер де осы сайтқа келіп, әрине мына сабақтың бәрін бітіріп болған соң, осы сайтқа келіп, теруді бастасаңыздар болады, және алғашында сіздердің нәтижелеріңіз өте төмен болуы мүмкін. Яғни, мына жерде 155 минутына сөз болса, сізде бар жоғы 12, 15, 20 болуы мүмкін. Алайда еш асығудың және қарап терудің қажеті жоқ. Яғни, ең бастысы осы сайтта берілген барлық кеңес, ақыл кеңесті ойдан шығармаңыз, және де пернетақтаға қарамай дұрыс әрі жылдам теруді үйреніңіз. Енді байқап отырсаңыздар, бұл жерде ешқандай қиындық жоқ. play.typeраcer.com сайтына барасыз, және осы жерде тіркелген соң сізге тегін әрі қызықты жарыстарға қатысуға мүмкіндік болады. Олай болса, мына жерде бір рет жарысты өткізіп көрейік. Яғни, көріп отырсаңыздар, мен қазір мына жерде теріп, осы жарысқа қатысуға мүмкіндігім бар. Олай болса, All IT Алматы компаниясының ұжымының мүшесін тексеріп көрейік. Міне, көріп отырғандарыңыздай менде жарыс аяқталды, және байқап отырсаңыздар, маған бірінші орынды алуға мүмкіндік туындады. Мені Type Master дейді, яғни теру жылдамдығы өте тамаша сияқты. Және байқап отырсаңыздар, енді шын айтқанда орташа деңгейде деуге болады, және де бұны 100-ге немесе мына жерде көріп отырғандай өте жылдам теретін 120, 150, 140, сондай-ақ 97, бұл өте жоғары көрсеткіш болып саналады. Енді байқап отырғандарыңыздай 56 меніңше әзірге жаман уақыт емес, және ең бастысы бұл жерде дұрыс теруге назар аударған дұрыс. Яғни 92% бұл кішкене нашар болып есептелінеді. Жуық шамамен 94-95% дұрыс терсеңіз, ол онда жақсы нәтиже болып есептелінеді. Олай болса, дұрыс теруді, дұрыс әрі жылдам теруді үйренесіздер, және де Linux сабақтарында, басқа да біздің сабақтарды қарауда сіздерге қызықты болады деген ойдамын. Олай болса, келесі қысқада нұсқа сабағында кездескенше жылдам теріп үйреніңіздер, және біздің арнаны қарай жүріңіздер.